Так, қараңыздар, алгоритм қалай жұмыс жасайды. Енді графикке қарайтын болсақ, осындай жоғары жақ қарай өсіп жатқанын көреміз, және де түсіп жатқанын көреміз. Түссе, ол міндетті түрде өседі, иә. Жалпы осындай бір балнамен жүреді да. Сол кезде бір тау сияқты ең бір жоғарғы бұрышын қарауға болады. Яғни жоғары өсіп бара жатыр, иә. Осы ең жоғарғы точкасы шыңы дейді ғой, яғни 88.436-ға не істеген барған, иә. Біз осындай жоғарғы точкадан 4000 алып тастаймыз. Егер баға құлап жатса, иә, 4000 алып тастаймыз. Яғни оны просто так үстінен басып ала алмаймыз, әрине, просто ойша 4000 алып тастаймыз. Сонда біз 4000 алып тастаған кезде 84400. Осы 84400 бен бізге лонг шорт ашу керек деген сөз. Бірдей бағада кросста тұрған кезде не істейміз? Лонг и шортты ашамыз. Түсінікті ғой? Одан кейін бізде бұл бірінші аккаунттан ашылады, иә. Одан кейін біз істейтін жұмысымыз расстояние қойып келу. Яғни біз лонгқа расстояние қоямыз. Ең бірінші ол бірінші лонг пен екінші лонгтың арасы 3000 болу керек. Яғни өзі жоғары точкадан 4000 түсіп қойды, тағы да 3000 алып тастаймыз. Сонда 84400-ден 3000 алып тастасам, 81400-ден мен не істедім? Лонгқа деп не істедім? Расстояние қойып келдім. Түсінікті ғой? Ал тура сондай мен шортқа расстояние қоям, бірақ шортқа не істеймін? 6000 расстояние қоям. Неге? Өйткені баға жоғары точкадан түсіп келді, осы жерден бастап тіке өсіп кетуі мүмкін ғой, дұрыс па? Ең соңғы точкасынан бастап өсіп кетуі мүмкін да. Сондықтан бұл көбірек өсу вероятность бар деген сөз. Сондықтан егер өсіп кететін болса, иә, сондықтан мен не істеймін? 3000 разницаға қоймаймын да, 6000 разницаға қоям. Сонда менің осы бірінші шортым 84-те ашылған тоже, иә, лонгымен бірдей. Сонда бірінші шортым мен екінші шортымның арасы 6000 болу керек. Сонда мен шортқа расстояние қою үшін осы цена входасына не істеймін? 6000-ды қосам. Ал лонгтан 3000-ді алып тастаймын, иә, алып тастап барып қоямыз, ал шортқа 6000-ды қосамыз. Түсінікті ғой? Сонда мен не істеймін? 90400-ден екінші шортты қоямын деген сияқты. Түсінікті ғой? Мен жалпы осылай бірінші жұмысым позиция ашу алгоритм бойынша, екінші жұмысым дәл осындай расстояниені қойып келу, үшінші жұмысым ол менің тейк профиттарды қою. Яғни мен қазір лонг шортты осы 84400-ден аштым, иә. Енді мен тейк профитті қоюым керекпін. Тейк профитті не істеймін? Қойған кезде мен жоғары точкадан 4000 алып тастап кіргендіктен асты қарай тағы түсуі мүмкін, иә, қатты да түсіп кетуі мүмкін, бірақ көп жағдайда вероятность, что тағы да аздау түсуі мүмкін. Өйткені 4000 түсіп қойды, тағы да 2000 түссе уже 6000 7000 деген сияқты да. Сондықтан мен не істеймін? Шортқа 30% тейк профит қоямын. Түсінікті ғой? 30%. Ал лонгқа ше, лонгқа өйткені жоғары точкадан 4000 құлап қойды, осы ең астыңғы точкасы болатын болса 5-6000-ға спокойно өсіп кетуі мүмкін, иә. Сондықтан да лонгқа барамда 50% тейкті қоям. Түсінікті ғой? Бұл былайша айтқанда бағаның түсіп келе жатқан кезде жоғары точкадан 4000 алып тастап лонг шорт кіргендегі жағдайдағы тейк профиттар. Түсінікті ғой? Лонгқа 50%, шортқа 30% қоям. Если ары қарай баға дәлше түсіп кете беретін болса, иә, мына 30%-пен жауып, бұл 30% деген шамамен 2,5 жүрсе, 84 мысалы 2000 түссе, значит 82 иә, 82 өзінде 30% жабылып қалуы мүмкін да пайдамен. Ары қарай тағы да түсе берсе, мен 79 не істеймін? Шорт ашып аламын, 79 шорт. Яғни шортқа деп ашып аламын. Неге? Өйткені менің бірінші шортым минусқа кетіп жатыр. Өйткені баға бір қатты түсуін не істеп жатыр? Қатты түсіп бастап кетті деген сөз. Сондықтан мен не істеймін? Лонгымды просто так минусқа жіберіп отыра бермеймін да, а шортымды да тоже ашып қоямын. Может быть, осы жерден бастап көтеріліп те кетуі мүмкін, без проблема. Бірақ мына шортымды да не істеймін? 30%-пен тейгін қойып қояды екен. Яғни мына шорт 5000 түскен кезде цена входа 84400 ғой, 5000-ді алып тастаймыз, сол кезде 79400. Яғни 79400-ден не істеймін? Екінші шортты ашам, егер түсіп кететін болса. Ал өсіп кететін болса, онда лонг жабам и қарап отырам ары қарайшы. Келесі действияларды күтіп. Яғни бастапқыда басталған кезде біздің алгоритм дәл осылай басталады екен. Түсінікті ғой? Бұл біздің бірінші этаптағы алгоритм. Бірінші жұмыс біздің осы лонг пен шортты ашу, және де шортқа 1 мен 2-нің арасы 6000 болу керек, 6000 қосып расстояние қою, лонгтан
3 мың алып тастап расстояние қою деген сияқты осы жұмыстарды істеп тастаймын. Яғни лимит ордермен қоясыздар. Одан кейін барып не істейміз? Дәл осындай take профиттарды осы аккаунттан не істейміз? 50% лонгқа, 30% шортқа деген сияқты қойып тастаймыз. И келесі действияларды не істейміз? Күтетін болады екенбіз. Қазір мен телефонмен көрсетіп өтетін боламын. Қараңыздар, баға осылай 126-тан 120-ға деген сияқты түсіп келе жатса, не істейміз, е? Баға түсіп келе жатқан кезде біздің алгоритм қалай қолданамыз? Енді қараңыздар, ол үшін қайтадан кіреміз. Біз long-short дәл осындай позиция ашамыз, е? Позиция ашқаннан кейін баға түсіп келе жатқандықтан біз не істейміз? Расстояние қоямыз. Расстояние бізде лонгта 3000 алып тастап қоямыз, өйткені баға тағы түссе кішкене түсуі мүмкін, ал шортқа 6000 қосып қояды екенбіз. Сонда шортқа 6000 қосатын болсақ, шорттың страховкасы ол 120.400 болады, 121.426 болады. Тура солай біз не істейміз? Қойып келеді екенбіз. Енді актив дегенге кіреміз, қайтадан осы үстін басамыз, екінші аккаунтқа барамыз, торговать деген бөлімге өтеміз, және де бұл жерде лимиткамен қоямыз. Лимитныйға қойып, біз не істейміз? Лонгтың страховкасын қоямыз, е? Лонгтікін 3000 алып тастаймыз, сонда 112.000, 112 емес, 111.000, 426 болады, получается, да? 3000 алып тастаған кезде. Мына жерде саннан қателесіп кетпеу керек. Сөйтіп біз не істейміз? Купить деп ашамыз. Өйткені астыға түскен сайын біз не істеуіміз керек? Лонг ашуымыз керек. Бірақ қысқа мерзімде не істеуіміз керек? Ашуымыз керек. Сондықтан 3000 алып тастаймыз. Өйткені баға жоғары точкадан астыға қарай түсіп келе жатыр деген сөз, е? Енді 121.426, получается, баға осылай өсетін болса, онда шорт сатып аламыз деген сияқты. Дәл осындай біз не істейміз? Расстояниелерді қойып келеді екенбіз. Бұл біздің екінші жұмыс, е? Одан кейін актив дегенге басып, қайтадан long 2 деген үстінен басып, одан кейін актив өзіміздің аккаунтқа кіріп, торговать дегенге басып, бізде позиция тұрады, long short ашық. Енді біз take профиттарын қойып шығамыз. Лонгқа мен не істеймін? 50% қоям. Неге? Өйткені баға жоғары қарай өсіп беретінсі не деген сөз? Жақсы деген сөз, е? Яғни жақсы болып тұр деген сөз. Бірақ бізде өкінішке орай осылай қойып атқан кезде, егер 50x-та тұрса, онда міндетті түрде не істейсіздер? Оны 13x-қа қояды екенсіздер. Түсінікті ғой? Take profit қоятын кезде обязательно 13x-қа қою керек. Сол кезде нақты болады. Міне, установить PLCL деймін. Мысалы қарасаңыз, менің жаңа қойған 30%-ім қазір 12% болып қалды, е? Бір ғана доллар пайда деп тұр. Енді мен 30%-ке қоятын болсам, $3 деген сияқты, да, мысалы, $10-дан. Енді, получается, лонгқа қойдым take profit, және де мен шортқа take profit қоям, е? Бұл жаққа не істеймін? 30% деп қоям, е? 30%. Яғни, лонгқа 50%, шортқа 30% деп қойдым, е? Так, лонгқа 50% деп қойым керекпін. 50% подтвердить. Не үшін шортқа 30%? Өйткені баға жоғары точкадан и такта түсіп қойды. Тағы кішкене түссе жабылып кетуі мүмкін, е? Егер жаңағыдай көбірек 50%-ке қоятын болсақ, ол түспей қалуы мүмкін, е? Мысалы 112.700-де жабылады деп тұр, ал 50%-ке қоятын болсақ, ол 110.000-де жабылады. Ол жаққа бару қиынға соғуы мүмкін, да? Өйткені жоғары точкадан құлап келе жатыр ғой. Сондықтан да біз не істейміз? Міндетті түрде 30 деп қояды екенбіз. Енді біз take profit, яғни үшінші жұмысты не істедік? Атқардық. Енді төртінші жұмыс бар. Бізде ол условный, е? Условныймен қоямыз. Бұл жақта біз шортқа қоямыз, е? Біз қай жақта 30% take profitқа қойдық, соны не істейміз? Содан 5000 қосып қояды екенбіз. Енді егер баға өсіп кететін болса, е? То есть түсіп кететін болса, 115.426-тан 5000 түсетін болса, 110.000, е? Так, условныйға кіреміз. 110.426. Осы жерде мен істеймін? $130 шорт ашасын деп қоям. Неге? Өйткені
ол мысалы 112-де біздің шорт жабылып қалады, содан кейін ары қарай тағы ашылса болады да, ары қарай қатты түсіп баратса ашылып, и то оның өзі 30%-пен жабылам дегенше мына лонгтың ашылатын страховкасы кеп қалады, иә. Мысалға, мынау 115.400-ден біз страховка қоятын болсақ, не істейміз? 8.000 алып тастаймыз, иә. Сонда 107.000 бұл. 107.000-нан, например, біз бұған страховка қоюымыз керек. Бірақ страховканы әрине біз бір позиция жабылады ғой, шорт либо лонг деген сияқты. Сол кезде барып қоямыз, иә. Біз осы жерге мысалы қазір қойып көрсететін болсам, 107.000 қанша еді? 426, иә. Біз 130-бен не істейміз? Шортқа деген сияқты, то есть лонгқа деген сияқты ашамыз. Бұл лонгтың страховкасы, дұрыс па? Енді лонгтың страховкасы 107.000-да, бұл 107.000-ға либо келеді, либо жоғары қарай не істейді деген сөз, қайтады деген сөз. Егер келіп жатса, онда мұны шорт бізге не істейді? 110-нан ашылған условныйдағы шорт, ол тағы бір рет пайда береді деген сөз. Сондай мағынада осылай схема құрылған. Схеманы былай ойлап қарасаң ұзақ болып кетуі мүмкін, десе де қойылған кезде істейтін жұмыстар осы. Ең бірінші алгоритм бойынша графикке қарап алу, баға өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма деген сияқты. Соған байланысты біз мына жердегі take профиттар, расстояние деген сияқты нелер өзгеріп тұрады. Біздің алгоритм бойынша осылай жасаймыз. Егер сабақ түсініксіз болса, барынша қайталап көбірек қарауға тырысыңыздар, және де бізден сұрасаңыздар болады. Жақсы, сау болыңыздар.